Армысыздар, құрметті ұстаздар. Бүгінгі видеомда қазына іздеу ойынының тағы бір түрімен бөліскім келіп отыр. Ойынға арнап мен осындай қорапшалар дайындап алдым. Бұл қорапшалардың жеңіл дайындалу үлгісін менің каналымдағы видеодан көре аласыздар. Ойынның бұл түрін топта ойнатуға болады. Олай болса, қазына іздеуді бастайық. Ол үшін оқушыларға мынандай тапсырма беріледі. Яғни өрнектердің мәнін табу керек. 5 пен 2-нің қосындысы 7-ге тең, 7 мен 0-дің қосындысы да 7-ге тең, 8 пен 1-дің айырмасы 7-ге тең, 9 пен 2-нің айырмасы 7-ге тең. Көріп отырғандарыңыздай барлығының мәні 7 санына тең. Енді оқушылар бұл логиканың жауабын шешу үшін қорап сыртындағы суреттерге мұқият қарау керек. Мына жерде түймелерді санап көрейік. Бұл түйменің саны 5. Демек, жауап бұл емес. Қарындаштың саны 7-ге тең екен. Демек, біздің қазынаға апарар жолымыз осы қораптың ішінде. Қорапшаның ішінде қандай құпия жатқанын қарайық. Осы құпияның сырын шешсек, қазынаға біршама жақындаймыз. Ойланайық. Мына жерде айдың суреті және зере деген сөз жазылған. Ай, зере. Яғни Айзере ол бізде оқушымыздың есімі. Келесі тапсырманы біз Айзереден аламыз. Бұл тапсырмада көп нүктенің орнына жоғалған әріпті қоямыз, сөзді оқимыз. Ине, жіп. Бұл сөз тіркесінде қандай құпия жатқанын білу үшін оқушылар қораптың сыртындағы суреттерге мұқият қарау қажет. Ине жіптің алма тауыққа қатысы жоқ екенін білеміз. Яғни ине жіппен біз түйме қадаймыз. Бұл қорапта буындар беріліпті. Осы буындардан сөз тіркесін құраймыз. Қанеки буындардан сөзді құрап көрейік. Ба деген буын бар екен. Ла, пан, са, ры. Сонда бізде сары, ба, ла, пан деген яғни сөз тіркесі шықты. Оқушылар сөз тіркесін оқи отырып, бұл сөз тіркесінде қандай құпия жатқанын шешуі қажет. Ол үшін тағы да қорапшаның сыртындағы суреттерге қараймыз. Дұрыс таңдау. Тауық. Бұл қорапшада қандай тапсырма бар екен? Қарайық. Бізге осындай сөз жұмбақ берілген екен. Оны барлығымыз бірлесе отырып шешеміз. Мына жерде суреттегі зат атауларын тор көздерге орналастырып жазамыз. Ара, лақ, одан кейін үшінші бізде май, төртінші асық деген сөздерді жазамыз. Және айрықша тор көздегі сөзді оқимыз. Бізде ол жерде алма деген сөз шығады. Демек, оқушылар алманың суреті бар қорапшаны алады. Қораптың ішінде не бар екенін қарайық. Қазына. Демек, оқушылар қазынаны тапты. Осылай оқушылар қазынаға бірлесе отырып қол жеткізеді. Ал егер жұмбақты дұрыс шешпеген жағдайда, өкінішке орай, құрметті ұстаздар, ойынға арнап қорап дайындауға уақыт таппай жатсаңыздар, осындай қалбырларды пайдалануға болады. Менің каналыма жазылып, комментарий қалдыруды, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ол маған шабыт береді, ары қарай да қызықты ойын түрлерін ұсынуыма көмектеседі.